А, ор- организатор должен поставить, да? Попросить организатора запустить. Ага, рахмет. Все. Армысыздар, құрметті қазақ елі, қайырлы таң, менің жақсыларым мен жайсаңдарым. Бүгін сәрсенбінің сәтті күні тағы да бір эфирімізді бастағалы отырмыз. Бұл 18-ші эфир екен жүргізіп жатқан. 18 рет не сәрсенбі сайын шығып жатырмыз үзбей. Бірақ бүгінгі күнгі эфир тіпті ерекше болмақшы. Себебі біздің қонақтарымыз жас, біздің студент балаларымыз, не бары 18-19 жасқа жеткен мынау Гүлсезім мен Жасұлан деген ағайынды Усеновтар енді бір ерекше болайын деп тұр бүгінгі эфир. Біраз адамдарға бұл шабыт береді деп ойлаймын. Осы орайда мынау Мағжан Жұмабаевтардың өлең сөздері бір шумағы есіме келіп жатыр. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты, мен жастарға сенемін деп. Сол біз де жастарға сенеміз, сондықтан да үлкен сондай құрметпен, сүйіспеншілікпен бүгінгі эфирге Гүлсезім мен Жасұланды шақырамыз. Олай болса, өздері жас болғанмен осы 1,5-2 жыл арасында бірінші басында саяхатшы болам деп кірген, одан кейін не бизнес жасап кеткен, безоплатный член болған, одан кейін міне МД ашуға, МД-ның табалдырығында, директорский рангтың табалдырығында тұрған міне Гүлсезім мен біздің Жасұлан. Сондықтан да қош келдіңіздер деймін сіздерге. Олай болса, енді әдеттегідей білесіздер ғой, біз ең басты қоятын сұрағымыз енді мынау 18-19 жаста көп жастар өз жолын әлі іздеп жүреді. Ал бүгінгі қонақтарымыз дәл сол жаста, бірақ өздері кәдімгідей орнын тауып, осы шын жүрекпен осы компанияны таңдаған адамдар. Сондықтан да қош келдіңіздер. Қазір әдеттегідей өздеріңіз осы инкрузисқа қалай келдіңіздер, сол өздеріңіздің жолдарыңызды айтсаңыздар, кіру тарихтарыңызбен бөліссеңіздер. Сол сөз кезегі өздеріңізден. Гүлсезім мен Жасұлан. Рахмет барлықтарыңызға. Сіздерді Zoom-да таң шуағы эфирінде көріп отырғанымызға өте қатты қуаныштымыз. Бізде қазір эфирде 51 адам отыр екен. Барлықтарыңызға ең алдымен рахмет айтқымыз келіп тұр. Барлықтарыңызға қайырлы күн. Барлықтарыңызға рахмет. Мен ең алдымен өзімді таныстыра кетсем, есімім Гүлсезім, жасым қазіргі таңда 20-да. Осы инкрузисқа 18 жасында, 18-ден асып, бірінші курс бітірейін деп жатқан кезімде келген болатынмын. Негізі инкрузисқа қалай келдім мен? Осында бізде Қайрат Анарбеков деген отыр ғой да, сеньор маркетинг директор. Сол мен ағам, бізге біздің туысқанымыз, дастархан басында Алматыға, өзі Алматыда тұратынбыз. Сол уақытында бізге қонаққа келіп, осы инкрузис туралы айтып береді. Міне Бақытгүл жеңге екеуің бардық, осылай, не күшті лайнер бар екен деп, осыны телефонды алып алған и көрсетеді ғой былай. Күштілеп тұрып фотоларын бәрін көрсетеді. И сонымен біз дейтін жанып кетеміз ғой. Негізінде біздің ата-анамызға айтады, вот балаларыңды алып шығыңдар, потому что бізде төрт ағайындымыз дейді. И 4 балаларыңды алып шығыңдар, ел көрсетіңдер, жер көрсетіңдер деп та. И солай біздің ата-анамызға айтады ғой. Бірақ біз қызығып кетеміз ғой ол кезде. Ол кезде Жасұланның жасы әлі 18-ге толмаған, мен жасым ол кезде 18-де болатын. Солай қызығып, содан кейін уже подробнее іздестіріп, Қайрат ағадан сұрастырып, содан кейін кірген болатынмын мен. Сол кезде бізге Қайрат аға келіп айтады, мен де барғым келеді, бірақ ол кезде мен 11 сынып оқимын, яғни 17-демін, 17-ге енді толғамын. Мен үйдегілерге айтамын, Гүлсезімге айтамын, мамама айтамын. Сол кезде Гүлсезім мен менің мамам, яғни саяхатқа жинаймыз деп шешкен еді. Айтамын мен оларға, мен де барайыншы деймін. Баратын болсаң, өзің ақша жина да бар дейді маған. Тұратын, ол клубқа кіру үшін 18 жастан басталады. Мен тұрамын да, менің ең бірінші целім,
яғни мен ол кезде НТ-ға дайындалып жүрмін ғой, ұбт-ға. Универге түсу үшін ең бірінші универге түсіп алуым керекпін деп есептедім. Мен де ол кезде папа мен кішкентай кезімде военный боласың, боласың, боласың дейтін. И мен тұрдым да сол кезде шешім қабылдаймын, мен профессиямды ауыстырамын, военный болмаймын деп. Сосын профессиямды ауыстырамын. И ұбт-ға жақсы дайындалып, осы Астанаға ЕНУ-ға грантқа түсіп, осында ауысамын. И осында келе салысымен, яғни мен жұмыс істеп бастаймын. И жұмыс істеп, мен 18-ге қалай толдым, мен сол күні инкрузисқа кіремін. Тамаша. Бірден ақшаларың болды ма сол кіретіндей? Мысалы, Негізі бірден болды деп айта алмаймыз. Иә, себебі 18-дегі адамда бізде ол кезде $200 болды ғой, иә? Бізде 100 мың теңге. 100 мың теңге негізі барлық студенттерден бірден қалтасынан шыға қоймайды деп ойлаймын. Не только студенттер, иә, үлкен кісілердің өзі 100 мың теңге беруге кейде қиналып жатады. И сол уақытта мен немен телефонмен видео түсіріп бастаған ғой, мобилограф, SMM дегендер сол кезде былай шығып жатыр ғой. И мен сол кезде уже инкрузға кіру үшін маған бір нәрсе істеу керек болды. Ақша жинау керек болды. Мен қайдан жинаймын. И сонымен инстаграмда көремін ғой, вот ақша жинауға болады, андай күшті тез ақша табасың деген сияқты ше. Ол кезде iPhone біз енді алып, и сөйтемін да, уже сол СМ жұмысқа кіремін. И сол уақытта бір айлығым жиналады ғой. Сол 150 мың теңге болатын. Соны аламын да 100 мың теңгесін осы инкурсқа кіріп, сол тіркеліп кетемін мен. Ал жасұлан болса, жазда жұмыс істейді, осы жаққа келіп. Мен де осында көшіп келемін ғой, сол кезде Астанаға көшіп келемін. И мен сразу жұмыс істеп бастаймын. Мен 18-ге толғанға дейін менде уже сол $200 болу керек деп. И мен жұмысдар іздестіре бастаймын. Наған барам. Сөйтіп мен ол кезде, мен қазір мобилограф болып істеймін өзім жұмыс істеп. Бірақ мен ол кезде, мен мобилограф болып ондай навыгым болған жоқ. И мен кондитер жұмыс тауып аламын. И кондитер болып істеп, мен 18-ге қалай толдым, менде уже ол кезде $200 болды. Соған дейін жинап, мен сол уақытта кіргенмін. Қандай керемет. Әке шешелеріңізге жаңағы қолдарыңызды жаймай, қайта сол әке шешелеріңізді өздеріңіз алғашқы круизға апарып, бірінші салым ақшаларыңызды өздеріңіз, өз еңбектеріңізбен тапқан қандай керемет. Ол тіпті құнды болады ғой, құндылығы мол болады. Кей адамдар кіреді, одан кейін тастап кетеді. Сол ойлаймын, ақшаның құндылығын білу керек. Ал сіздер міне соған кіру үшін міне Жасұлан 18 жасқа дейін арнайы жинадым дейді. Гүлсезім сол осында кіру үшін, ақша табу үшін жаңағы SMM курсын жүргіздім деп жатыр. Иә, қандай керемет. Ал қалай сендер міне мынау 18 жаста, 18-19 жаста саяхаттау, табыс табу мен оқуды бірге алып жүру қиын емес пе сіздерге? Қиын болды. Бізде универде қатты қиын деп айта алмаймын. Себебі бізде таңертеңнен түске дейін оқимыз, немесе түстен кешке дейін оқимыз. Қалған уақыттарда бізде боста уақытымыз. И сол уақыттарда негізі инкурсқа арнауға болады. Жұмыс істеуге болады. Мысалы, біздегі қазіргі онлайн жұмыстар бар ғой, таргет деген сияқты, SMM деген сияқты, мобилограф деген сияқты, ол жұмыстарға сіз азынан кешке дейін отпайсыз. Барасыз, 1-2 сағатта видеоңызды түсіресіз, и қайтасыз деген сияқты ғой. И көбінде негізі сондай жұмыстарға ұмтылу керек деп ойлаймын да. Мысалы, мен де қазір рекламамен, таргетпен айналысамын ғой. И менде көп уақытымды алмайды. Мен клиентпен сөйлесіп қоямын, вот міне қазір жіберемін деймін да, 30 минут 1 сағатта жіберемін. Ал қалған уақытында уже шетелге шығуды ойлауға болады, инкрузқа келуге болады, өсуге болады. Яғни универде де өсуге болады. Одан бөлек бізде инкрузиста обучениялар бар ғой. И біз бірге жиналып тұрамыз да, городская презентация бар. Вот соларға баруға бізде уақытымыз табылады. Негізі уақыт табам деген адам тауып келуге болады деп ойлаймын. Тамаша. Негізі бірінші курста менде яғни қиын болды басында. Өйткені мен кондитер болып жұмыс істедім деп айттым ғой. И ол кезде менде, яғни кондитер ол барып жұмыс істейтін жұмыс та. Постоянно сол жерде отыру керек. Мен выходнойлардың бәрінде, яғни сабақтан бос уақыттың бәрінде сол жаққа барып жұмыс істедім. Маған инкрузисқа баруға, инкрузистағы адамдар шақыруға, презентация сондарға баруға сәл қиын болды. Бірақ мен ол кезде, яғни барынша баруға тырысып барған болатын. Ешқандай суббота күні общегородская презентацияны жібермейтінбіз. Солай мен жұмыс істеп, осы круизға кетерде мен ойландым, осы көсезім SMM мобилограф болып жұмыс істейді ғой. И тұрдым да, мен кондитерліктен шаршадым, жұмыс істеп, давай маған үйретші деймін ғой. Сөйтіп, бұл жаймен үйретіп бастайды, осылай мен осы салаға көсезімнің бірге ауысқан болатын. Керемет. Енді қарап отырсақ,
не бір адамдар осы инстаграмда, тиктокта жастар көп отырады ғой. Солай уақытын босқа өткізіп алады, иә. Ал сендер осы телефонды бизнеске айналдырдыңыздар. Телефонды сатып алдыңыздар, ол арқылы ақша тауып жатсыздар, СММщик болып, мысалы да басқа да ұмтылыс деген қандай, мынау шын жүрекпен қабылдап, жаңағы осы инкрузды осы жерде жұмыс жасаймыз деп жаңағыдай шешім қабылдадыңыздар. Вот сіздерді сол алға итермелейтін ең үлкен мотивация қандай болды сіздерге, сіздер үшін, осында кіру үшін? Негізі ең үлкен мотивация ол ел аралау ғой, жер көру. Біздің жастар қазіргі таңда өсу керек деп ойлаймын. Андай ойнайтын уақыт емес, қазір жаспын ғой, көріп қалайын, анан көріп қалайын, клубқа барайын, өйтейін, бүйтейін деген заман емес деп ойлаймын да. Қазір бізде қаншама мүмкіндіктер бар, технология дамыған да, соның барлығы бізде қай жақтан информациялар келіп жатыр, соны ұстап қалу керек қой. Вот мысалы шетелге шығуға осындай возможность бар екен, Гүлсезім, осыны көрсең болады десе, тыңдап көру керек. Қалай барады екенмін, ақшаны қалай жинайды екенмін деп, андай біреу жасап жатқан затты сен де жасай аласың. Мүмкін бір 40-та жасауы мүмкін, мүмкін бір адам 50-де жасауы мүмкін да сол затты. Бірақ сенде қазір мүмкіндік алдыңа келіп тұр ғой, и соны ұстап қалу керек та, и сонымен жүру керек. И одан кейін менің инкрузыста басты мақсатым осы жер көру, ел көру, және сонымен қатар қазіргі таңда тағы да бір үлкен мақсатым пайда болды деп айтайыншы, команда құру, бизнес жасау. Осы жерде мен көрген қызықты, мен көрген сұлулықты деп айтайыншы, Алла тағала айтады ғой, мен осыншама сұлулықты жараттым, и сендер соны көріңдер деп айтады. Сондай сұлулықты мен көріп тұрмын, және менің жақындарым көрсін, таныстарым көрсін, туыстарым көрсін, группаластарым көрсін деген сияқты мақсатпен мен оларға айтамын, вот подруга, бірге барайық, вот туысқаным, бірге барайық деген сияқты. Сондай мақсат. Менің қазіргі ең үлкен мотивациям сол болды да. И мен бірінші круизға барғанда ата-әжеммен, барлық туысқандарыммен бірге бардым ғой. И сол кездегі олардың андай керемет сезімдері деп айтайыншы, рахметі да, и қаншама адамның қызығушылығы маған үлкен мотивация болды. Бұл нағыз біздің компаниямыздың миссиясы ғой, адамдарға сондай жақсылық жасау, мүмкіндік ашу дегенде. Енді сендер жас болсаңдар да соны жүректерімен соны түсініп қабылдап жатсыздар. Ал телефонды сол құралға айналдырып алдыңдар, иә? Қай жағынан болса да құрал ғой. Енді анау американдық компания онлайн жұмыс жасау тек қана міне телефон арқылы біздер осы араласып жатырмыз. Ал енді міне қараңыздар, осы кішкентай сіздердің шешімдерін осы жерге барамын деп, иә, бүкіл өмірлерінде өзгертіп жүруге кәдімгідей мүмкіндігі бар, иә, солай емес пе? Байқап жүрсіздер, міне тревелға барып жүрсіздер, әртүрлі биік деңгейге жеткен, рангтарға жеткен адамдарды тыңдап отырсыздар. Олар да сіздер сияқты бір уақытта осыны бастаған болатын. Мен де мысалы уже жасым, енді сіздер балаларымдай, немерелерімдейсіңдер ғой, енді қарап отырсам, өмір бойы осы қызмет та дұрыс шығар, оны ол жерде де біреулер істеу керек. Бірақ кейде ойлаймын, осыншама жыл, 40 жылдан астам, мысалы, ел үшін жаңағыдай жұмыс жасадық, қызметте болдық, иә. Бірақ уже бір уақыты келгенде, пенсиялық уақыты келгенде ойлайсың, қазір немен айналысам деп. И мен Аллаға мың шүкіршілік тәуба етем, сол осындай инкрузис деген компания менің мысалы ниетіме қарай берген шығар деп ойлаймын. Сондай маған осындай компанияны сыйлаған үшін мен өзімді бақытты сезінемін. Себебі қазір ең басты менде уақыт еркіндігі бар. Менде үлкен сондай бастықтарымыз жоқ. Біз бәрімізді тәуелсіз серіктесіміз команданың. Ал енді одан ақша табам десем, міне Аллаға шүкір, енді жаңағы өзімді пенсионер, миллионер деймін ғой. 1-2 миллионды алып отырасың, по крайней мере, ай сайын жаңағы пенсияға ғана қарап отырмай. Сондықтан да апайымыз айтқан еді, ай, бай апа болу сондай керемет екен деп бір эфирді. Сол сияқты мен сондай бай апа болғым келеді. А сіздер міне жассыңдар ғой, институт бітіргенше дейін долларовый миллионер болып кетесіңдер. Сенемін, Алла жаса, ниеттеріне қарай бәрі солай болсын деп ойлаймын. Ал енді мына қараш, өздерінде сондай кита қандай болып,
осындай 18-19 жастарында уже бір команда 19 адам, екінші круизға 20 адам алып шығып, қанша аталарыңыздан, жаңағы туысқандарыңыздан жаңағы батасын алып жатсыздар. Ол да бір керемет қой. Кейде кей адамдар мына әлі 40 жасқа келгенше дейін сол әке шешесіне сондай бір жақсылықты жасай алмай жатады. Сосын өкініп отырады өмірден өткеннен кейін. Ой, осындай мен жасай алмадым ау дегендей, иә. Мен де өкінемін, осы инкрузисқа кіргенде менің әкем енді ерте қайтыс болды, бірақ анам бар. Қазір 92 жаста, жүре алмай қалды. Мен ойлаймын, ой, анам сонда жүретіндей уақытта бұл инкруз маған келсе, мен анамды апарар едім ғой деп. Мысалы, Дана біздің Қоблан борд директорымыз мамасы тірі уақытында апарып көрсетіп, ол кісінің қуанғаны бүкіл видеода сақталып қалды да. Мария апай несі. Сондықтан да міне мен өкінемін, бірақ мамама кеше айтып жатсам, мамам айтады, өзі кішкене ауырып қалды. Ол айтады, жоқ, саған ризамын, сен мені Алматыны көрсеттің, сен бүкіл маған Ташкентті көрсеттің, бүкіл Өзбекистан бойынша біз 14 күн жүріп, кәдімгідей бүкіл Өзбекистанды көрсеткен болатынмын. Сондай ризалығын білдіріп жатыр. Апардың ғой сен, ризамын саған деп жатыр, батасын беріп жатыр. Ал біз деген бүкіл елді көрсетуге мүмкіндік бар, иә. Таяуда біздің командамызда Дана 87 жастағы атасын алып барып, ол кісінің енді эмоциясын көрсеңіздер ғой. Өмір бойы Дана айтады, мен өзім білген жоқпын, ол кісі Рим қаласын көруді армандаған екен. Кім ойлайды, мысалы, ана 87 жастағы шал именно Римді армандаған екен. Мәруа апай, кешіріңіздер, Мәруа апай. Енді иманды болсын, ол кісі сондай, әлінге шейін ол кісінің жаңағы видеолары сақталып қалған бізде бар. Қыдырып жүргені, батасын беріп жатқаны, бұл керемет өмір ғой деп. Текке уақытымызды өткізіп алыппыз, қонақ шақырамыз деп, міне саяхаттап жүрмін, елді көріңдер, жерді көріңдер деп Мәруа апайымыз айтып кетті, иә. Сондықтан да қуаныш сыйлай отыра, сол неғұрлым көп адамдарға сіздер соны жеткізсеңіздер, соғұрлым адамдар сіздерге риза болып батасын береді. Қандай керемет. Сіздерге жаңағы табыс көзі сонымен ашылады, неғұрлым көп адамдар жинасаңыздар. Ал енді мына туыстарыңыз бар, студенттеріңіз бар, иә, сіздерді айтып жүрсіңдер ғой. Сол жерде сенімсіздік көрсеткен адамдар болды ма? Уақытым жоқ, желілік бизнеспен айналыспаймыз деп өздерінше намыстанған. Болады ғой, кей адамдар кәдімгідей ойлайды, ол бір намыстанады, онымен айналыспаймыз, жоқ, ол менікі емес, оған кірмейміз дегендей адамдар болды ма сіздерде? Олармен қандай жұмыс жүргіздіңіздер? Соны айтсаңыздар. Кәне, айтшы, кәне, Гүлсезім. Әрине, негізі ондай адамдар үнемі болады ғой. Сен бірінші круизға барып кел, одан кейін біз көреміз. Сен бірінші өзің тіркеліп ал, содан кейін көреміз. Сен өзің ақшаңды жинап ал деп айтады ғой бізге. Әрине, ондай студенттер де, группаласымыз да. Менің қазір мысалы группамда 28 адам бар деп айтайықшы. Мен соның барлығын айттым. Жүріңдер бірге барайық деп. Бірақ соның ішінен бір 2-3 адам ғана болған шығар. Гүлсезім давай деген да. Ал қалғандары мен ақшамды жинап алайын дегендер де болды ішінде. Сен бірінші барып кел, содан кейін барып көреміз дегендер де болды. Бірақ күмәнмен қарайтындар да бар. Әлі де. Мен бір рет барып келдім да, круизді көрсетіп жатырмын, фотоларын, міне мынау мен деп та. Бірақ сонда да сенбейтіндер бар. Туысқандардың арасында да ондайлар бар, группаластарымыздың да арасында ондайлар бар. Яғни бірақ оған қарамай негізі жұмыс істей беру керек деп ойлаймын. Себебі андайда біздің басты мақсатымыз қазір рекомендация ғой, адамдарға айту. Ол бір туысқандармен, бір группаластармен шектеліп қалуға болмайды деп ойлаймын. Мысалы қазір жүресің, может базарға кіріп қалдың да, может супермаркетке кіріп қалдың, немесе бір таксиде отырып қалдың. Яғни адамдар бізде күнмен кездесіп жатады ғой өмірімізде. И сол адамдарға мен жол жөнекей айта кетсем. Вот мен осындай компаниядамын, осындай круизға барып келдім, міне кетейін деп жатырмын деп. Кеше ғана таксиде болдым, міне кетейін деп жатырмын, инстаграмымды алып алыңыз десем, кәне алып алайыншы деп, Дана апай, кәне қалай барып жүрсің, мен бұрында естігем соны дейді да. Бұрында естігем, бірақ осы шын ба?
сол сен барып жүрсің ба дейді да маған. Иә, барып жүрмін десем, ол тек қана естіп жүр екен. Андай өмірінде барған адамды көрмеген да. Сонымен менің инстаграмымды жазып алып, мен саған жазайыншы өзім деп, көрдіңіз ба? Андай бір ауыз айта салу ғой. Қатты қиын емес негізі. Бір ары кетсе бір 2-3 минут уақытыңызды алады деп айтайыншы. Барасыз, вот мен осындай осындай круизбен айналысамын, осылай барсаңыз болады, өйтсеңіз болады деп. Сонымен рекомендация бересіз, и сол арқылы сізге уже адамдар өздері ақ келе береді екен ғой. Мгм. Так, Жасұлан, айтар. Мысалы біздің окружениемізде адамдар көп қой, оның бәріне біз айтамыз, бізге негізі көп отказдар келеді, бәрі келісе бермейді. Біз вот презентацияға шақырамыз, и біз мысалы бір неткен кезде, презентацияға шақырған кезде біз 10-20 адамға шақырамыз. И басында ойлайтынбыз, олар келмесе біз кәдімгідей ренжіп қалатынбыз. Не үшін келмеді, біз шақырдық қой ол үшін деп. И қазір уже түсініп жатыр ғой, ол негізі болатын нәрсе да. Кейбіреулер 20 адам шақырсаң да, кейде мысалы бір екеуі келеді, сол бір екеуі келсе де қуанатын жағдайға жетті. Енді оның өзі негізі күшті да. Сені ойлап келіп, и біз дальше солармен жұмыс істейміз да. И біз бұл жерде түсінгенім өзім инкрузеста, мен бұрындары адамдармен көп таныспайтынмын, өзім жүре беретінмін. И осы уақыт өте келе мен түсіндім да, уже адамдармен танысу керек. Келген любой адам сенің, яғни будущий партнерің болады, сенімен бірге жұмыс істейтін адам болады. И мен уже қай окружениеға барам, сол жердегі барлық адамдармен, яғни өзім танысып, өзім әрекет жасап, олардың жағдайын сұрап, дальнейшем дос болуға, және де бір партнер бірге болуға, жұмыс істеуге өзім тартып жүремін бәрін. Тамаша. Енді бізде үлкендер де бар, жастар да бар. Бір адамға айтады, 5 адамға айтады, ода 10 адамға айтады, өздері дұрыс мән жайын түсіне қоймайды. Мынадай жаңағыдай өздері сияқты тревел кездесулерге қатыспайды да, обучениеден өтпейді да, сосын бір анаған айтқан едім, мынаған айтқан едім, олар қабылдамайды, ешкім кіргісі келмейді деп бірден сынып қалады, иә? Сынып қалады. Сендер міне жас болсаңыздар да шақырып, айтып, бірақ әрбір даже жоқ деген адамның өзі ертеңгі күні мүмкін да дейді. Олар бүгінгі оларға ренжудің де қажеті жоқ. Бұрынғы тәжірибе болған, кейде алданып қалған жан-жағындағы адамдарды көрген, немесе кей адамдар басында дұрыс түсінбей кіріп, жаңағыдай не кісі шақыра алмайды да, одан кейін ай сайын $100 как будто біреуге төлейтіндей болып, мысалы ренжиді, иә, ренжіп кетеді, содан кейін ойбай, мен ақшам күйіп кетті, үйтіп кетті, бүйтіп кетті дейтіндей адамдар бар. Бірақ айтады ғой, әрбір мынау отказ это зона роста дейді. Сіздер тәжірибе жинайсыздар ғой. Мысалы бала жаңа жүре бастағанда ол бірден жүріп кетпейді ғой, құлайды, не алады. Ал енді спортсмендерді бірден сол рингқа шығып, демесе әншілерді бірден болып кетпейді ғой. Оларда үлкен еңбек, бірде ұтылады, бірде ұтады. Сондықтан да оған да как процесс ретінде дұрыс қарай білу керек. Сендер міне жас болсаңыздар да, отказ алсаңыздар да, әлі ең басты сіздер өздеріңізге сеніп тұрсыздар. Сіздер компанияға сеніп тұрсыздар, иә? Ал енді мына жерде бізде кей өздеріміздің адамдарымыз бар, партнерларымыз бар отырған, иә? Солар айтады, біздің балаларымыз бізді қолдамайды, кірмейді, қарсылық білдіреді деп. Міне ата-анасын хотя бы қолдау үшін да кіріп, бұл не екен деп, хотя бы дикат етуге болады ғой, иә? Олар кіргісі келмейді, отырады, сенбейді, да? Одан кейін экран алдында да қазір міне жастар бар шығар, жастарды шақырған болатынбыз. Сол жастарға бір маңызды 3 кеңес беріңіздерші. Сонда керемет, қандай кеңес берер едіңіздер? Негізі өте керемет сұрақ деп айтайыншы. Себебі андай да, біреу бізге, мысалы біздің ата-анамыз немесе біздің ініміз да, бізді қолдап как-то андай шарт ретінде болады да, сен менің бауырымсың, сен кіруің керек, сен менің ата-анамсың, сен кіруің керек деп. Біз негізі ешкімді олай қинай алмаймыз ғой, сен кір деп. Бірақ бізде, мысалы менің қазір ата-анам да маған кірмеген, мысалы былайша айтқанда. Сол сияқты бізде керісінше деп айтайыншы, бізде ата-анамыз бекен, бізде ата-анамыз былай мероприятие ештеңеге бармайды, үйде қолдап отырады былай.
бірақ андай кіріп немесе ақша жинап олай қолдаған емес та. Біреулердің де балалары сондай болуы мүмкін. Ата-анасын көріп жүреді, оның жұмысын көріп жүреді, бірақ өзі оған қызықпауы мүмкін. Бірақ біз осы кезде негізі оған құндылықты түсіндіруіміз керек деп ойлаймын. Ең алдымен адам құндылығын түсінсе, инкрузестің құндылығын түсінсе, осы жерде де ақша табуға болады деген құндылықты түсінсе, негізі өзі-ақ кіреді деп ойлаймын. Сен менің бауырымсың, сен маған кіруің керек деп оған андай ештеңе түсіндірмей, былай шарт ретінде қоймау керек та. Сен менің баламсың, сен содан кейін кір. Сен обязательно менің командамда болуың керек, басқаға бармауың керек деп біз айта алмаймыз. Оған тек ең алдымен құндылығын көрсетуіміз керек қой. Міне осы инкрузиста жүрсең, сен осылай өсесің деп. Себебі бізде өте көп обучениялар бар ғой. Иә, қазір осы таң шуағының өзі кейбір адамдарға өте мотивация болуы мүмкін. Қазір осы жерде отқан жастардың өзіне да мен де осылай қаншама ел көргім келеді, жер көргім келеді. Онымен қоса ата-анамды, ата-әжемді, туыстарымды, одан бөлек таныстарымның барлығын круизға алып барғым келеді деген мысалы мотивация болуы мүмкін кейбір жандарға, иә. Ең алдымен бірінші кеңесім сол құндылығын түсіндіру керек деп ойлаушы едім. Осы инкрузтың құндылығын түсіндіру керек. Одан кейін бізде андай да бір шақырады, екі шақырады адамдарды, одан кейін уже мотивациясы кетіп қалады ғой. Балаларына болсын, жақындарына болсын да, ой мынау бармайды, болды мынау бармайды деп айта салады. Анау үшін шешім қабылдап қоя салады да. Негізі қайта-қайта шақыра беру керек деп ойлаймын. Мысалы Қайрат ағаның өзі мен неге городская презентацияға бару үшін бір 5-6 рет шақырған шығар. Қайрат аға, менде универ, Қайрат аға, менде съемка, Қайрат аға, менде мобилограф болып жатырмын, бүйтіп жатырмын деп сол қаншама отказ бердім да. И содан кейін мені шақырып, одан кейін мен барып ана презентацияны көрдім, қаншама адамды көрдім да. Содан кейін мен ойым өзгерді. Мына жақта қаншама адам жүр екен, бұлардың бәрі ақымақ болса не үшін жүреді деймін да. Бұл жерде ақымақ адам жүрмейді ғой. Бәрі бір біліп келген адам. Мысалы сіздің өзіңіздің қаншама біліміңіз бар да. Сол біліміңізге сүйеніп, информация оқып, содан кейін келдіңіз ғой. Сіз сияқты қаншама адам бар. И сонша адамдарды көрсету керек деп ойлаймын. Яғни тек қана қазір сен ғана емес, үйде біреулер ойлайды ғой, менің мамам ғана барып жүр, менің туысқаным ғана барып жүр, менің танысым ғана барып жүр деп, сол бір ақ адамды көреді. Ал сіз масштабқа алып келсеңіз адамдарды, ол кезде уже 100 адам көреді, 200 адам көреді. Мысалы Алматыда бізде BBS болды, иә? Сол кезде 3000 адамнан асық адам келді. И сондай бізде мероприятияларды көрген кезде адамдар ойлайды, мынаншама адам жүр екен, мынаншама адам саяхаттап жүр екен, мен де шыға аламын ғой деген сияқты адамның ойына келеді да. Содан кейін менің екінші кеңесім сол мероприятияларды көрсету керек деп ойлаймын. И одан кейін үшінші кезекте андай өзің қалыппауың керек қой. Өзің инкрус деп айтып бір күні ой мынандай болып қалды, андай болып қалды деп өзің тайып кетпеуің керек та. Өзің круизға баруың керек, өзіңді пример ретінде көрсету керек қой. Вот міне мен барып келдім, вот міне круиз, қайта-қайта қоймау керек қой. Міне екінші круизіме бара жатырмын, міне обучение оқып жатырмын. Яғни адам ол қаласа да қаламаса да сені тыңдап жүреді. Потому что ол сенің туысқаның, ол сенің ата-анаң да. И ол сені көріп жүреді күнде. Сенің ісіңді көріп жүреді. Мына менің мамам бекер істеп жүрген жоқ сияқты, мамамда өзгеріс болып жатыр. Или менің баламда осындай өзгеріс болып жатыр да. И соны қарайды да, содан кейін ол ой өзгеру мүмкін. Менің мамам 1 жыл алдын қандай еді, қазір қандай керемет болып өзгерді, обучение оқиды, білім алады, мероприятияларға барады, онымен қоса ел көріп жатыр, жер көріп жатыр, өзі ғана шықпай, қаншама 10 шақты, 20 шақты адамды өзімен бірге алып жатыр деп, сондай қайсарлығыңды көріп да, содан ой өзгеруі мүмкін деп ойлаймын. Мен өзім бір кеңес айта кетейін. Мен ең бірінші адамның досы мен посесін айтқым келеді. Өйткені инкрузға келген адам мен инкрузға келмеген адамның екеуінің ойлау қабілеті екі түрлі. Мен оған яғни инкрузға келген соң қандай болатынын түсіндіргім келеді. Өйткені инкрузда обучениялар, ондай презентация, зум өте көп. Соған келеді, мына жердегі адамдармен танысады. Бұл жердегі адамдардың барлығы кемі 2-3 рет көргендер круизға барып. Ол кемі 2-3 рет көргендер деген уже бір 10 шақты ел көргендер. 10 шақты елген көрген адамның енді кругозоры өте күшті болады ғой. Солармен танысады, олар оның ойын өзгертеді. Жаймен солайынан, яғни 1 жылдың ішінде адам өте күшті болып өзгеруге болатынын, яғни сондай кеңес беруші едім. Тамаша. Енді қарап отырсақ, жаңа айтып жатсыздар, қолдау, қолдамау деп, мен сол адамдардың ішінде болдым. Кейде біреулер айтып жатады,
Шынар менің қызым, менің наставнигім өз қызым Шынар, ұлттық директор, білесіздер ғой, иә. Сонда кейбіреулер айтады, ой, Шынар, тебе везет, маман қолдайды сені дейді. Бірақ сол мамасы да бірден қолдап кеткен жоқ. Естеріңізге, енді сіздер білмейсіздер, менді жаңағыдай бір мына инкрузқа кірмейтін адам, не инкрузда сол ақша табу көзін көре алмай жүрген адамдар меніңше екі типті болады. Бірінші жаңағы тәжігейген. Мен сол тәжігей корона дейді ғой, иә. иә. Мен дәл сондай болдым. Шынар кіргеннің өзінде де қызыма ұрыстым, сен де анадай кандидат юридических наук, жаңағыдай алтын белгімен мектеп бітірдің, одан кейін институт с отличием, диссертация, 15 жыл Казгёда сабақ береді, Нацбанкта начальник юридического значит управления болып отырып, бәрін тастап инкрузиспен айналысам дегенге қарсы болған адамдардың бірі мен болатынмын. Үйге кірерде даже айтатынмын, инкруз туралы аузыңды ашпа. Үйге кіресің, балалармен кейде келіп жатады воскресенье алыстарда. Айтам, үйге кірер алдында, есікті ашар алдында тоқтада, бүкіл инкрузды таста, одан кейін ғана үйдің табалдырығын аттайсың деп айтатынмын. Сондай мен қабылдамағаным соншалықты. Көрдіңіз бе? Бірақ ақырын сол қызым мені ақырын әкеліп, осыған кәдімгідей алып келді ғой. Мама, ты же мечтала путешествовать қартайғанда. Мен, оказывается, бұл ойды бұрын айтқан екенмін. Жұмыста жүрдік қой, таңертеңнен кешке дейін жүреміз, шаршаймыз, бір жерге шыға алмаймыз. Үкіметтің жұмысы солай болады ғой. Сонда ойлайтынмын, видимо, айтқанмын. Уже пенсияға шыққаннан кейін мен тек қана саяхаттаймын, жүремін, ол үшін менде ақшам жеткілікті болады деп. Көрдіңіздер? Ой, ана подсознание дейді ғой, анада Джо Диспензаны көп оқып жүрміз, иә. Сол қандай ой болса, сол ой жүзеге асады екен. Көрдіңіздер? Қызым арқылы маған осы инкруз келіп отыр. Оған да Дана біздің Қоблан айтқан екен, Шынара, сен бір ветка мықты жасаймын десең, маманды тарт, ол болады. Ой, мамам қалдамайды, сен жолын тап мамана. Мамам болса, қазір бір керемет ветка болады деген екен. Дәл солай болып қалды. Сонда ерте ме, кеш пе, әйтеуір ол келеді. Бала болып соны қабылдағандарыңыз. Мен тәнті болып отырғаным, жаңағы екеулеріңізді бұл бизнесқа кірерде ата-аналарыңызға да қол жаймай, өздеріңіз табыс көзін тауып, кіріп, бүгінгі күні эфирларды тастамай кіріп жүрсіздер, иә? Үлкен нәтижеге жететініне мен көзім жетіп тұр. Алла сіздерді қолдасын. Енді біз аналық батамызды сендерге береміз. Солар орайда сендерге айтатыным, міне енді адам деген, міне сендер инкрузға дейін студент боламыз, институт бірамыз деп, примерно жолдарды құрып қоясыңдар ғой. Енді келіп, қазір, иә, мына мүмкіндіктерді көрдіңдер. Адамдарды көріп отырсыздар. Шынымен де ақша керемет табуға болатын жолды көріп отырсыздар, иә? Мысалы, Дана да өмірінде ойлаған жоқ, мен сол долларовый миллионер болам деп. Бүгін болып отыр ғой. Мысалы, ол үшін 5-6 жыл жұмыс жасады, зато қандай деңгейге жетіп отыр. Менің өзім де қазір, Аллаға шүкір, қанағаттаймын. Осындай, мысалы, жалақы алып отырмыз. Ол керемет қой. Ал мынау саяхаттар бәрі жаңағы бонуспен бесплатно жай келіп отырған дүние. Сендер де енді осы мүмкіндікті көрдіңдер. Бүгінгі біздің Гүлсезім мен Жасұланның уже қандай армандар бар екен. Вот елестетіңдер 5 жылдан кейін қандай боласыңдар, елестетіп көрдіңдер ме? Елестетіп көріп, қандай боласыңдар, соны бөліссеңіздер армандарыңызбен. Мен айта кетейінші, негізі біз сол бағанағыда институт оқимыз, универге түсеміз. Енді көп адамның басты арманы сол ғой, грантқа түсіп алсам, сол жерде мен күшті достар тауып кетемін деп, ортам күшті болады деп ойлайды. Бірақ барлығы біз ойлағандай болмауы мүмкін да. Себебі универге түскен кезде мен андай группаластарымнан көп ожидание күттім да. Вот өтеміз, бітеміз, бірге дамимыз деп, мен дамушы ортаны прям қатты қаладым. И солай түсіп универден менде ондай орта болды деп айта алмаймын. Себебі барлығы жақсы оқиды, жеке-жеке оқиды екен барлығы. Ал инкрузтың өте қатты ұнағаны бізде команда ғой.
біз бірге жүреміз, бірге өсеміз. Яғни сен өсуің үшін сен бірге командамен бірге өсуің керек. Ал сен командаңа қандай адамдар жинайсың? Сен командаңа өзің сияқты дамығысы келетін, өскісі келетін сондай адамдар жинайсың. Яғни мен отырсам, ой менің универім жаман, ой менің группаластарым осындай, мынандай деп отыратын болсам, мен бір орында қалып қаламын. Ал егер мен өскім келсе, мен қандай адамдармен араласқым келеді? Яғни мен командама сондай адамдарды шақырамын. Вот осы адамның потенциалы бар, өте керемет, ертең шетелге шыққанда керемет жүреді да, керемет фотоға түсіреді, өзін күшті сата алады. Яғни мен сондай адамдарды, дамығысы келетін адамдарды шақырғым келеді да өзім командама. И сондай команданы құрамын. И қазір өзім командама қараймын, барлығы шетінен сондай ғой, өскісі келеді. Мысалы Аружанның өзі группаласым ғой, андай қандай күшті, иә. Өзіңмен бірге өсіп, бүгін круизға кетті Аружан өзінің мамасы. Кстати, келесі сәрсенбі күні мен Аружанды шақырамын дедім, ол айтты мен эфирді лайнерден жүргіземін деп. Алла бұйыртсын. Қазір мен командама қараймын, өте сондай өскісі келетін, дамығысы келетін адамдардан жиналып жатыр екен да командам. Сол үшін өте қуанамын. И біз универде осындай мүмкіндіктер көреміз деп ойлаймыз, бірақ мен сондай керемет мүмкіндіктерді осы инкрузистан көрдім ғой. Өзім армандаған, өзім ойлаған, мен андай универ бітірсем мен шетел күшті көріп кетсем, шетелге шығып кетейін деген ой болды да. Сөйтіп жүрсем, инкрузиста универ бітірмей жатып шетелге шығуға болады екен. Студент бола жүріп шетелге шығуға болады екен. Солай жүрдім да. И инкрузды көріп, осы жердегі бизнесті, осы жердегі маркетингті түсінгеннен кейін менің ойым уже өзгере бастады. Әрине бірден өзгерді деп айта алмаймын, себебі обучение өттік, бірге адамдарды қарадық да, адамдарды зерттедік, осы адам осындай дәрежеге жетіпті, мен де осылай жете аламын деп, уже адамдарды көргеннен кейін сен автоматически өзіңді ойлайсың ғой. Мен 2 жылдан кейін қандай боламын, мен 3 жылдан кейін қандай боламын деп та. И мен алдында ойландым да, мен 5 жылдан кейін, 5 жылда мен борт бола аламын, 5 жылда мен осындай деңгейге жете аламын. Адамдар мысалы бұрында 7 жыл, 8 жылда жасап жатса, сен көрсетесің, оны 4-5 жылда жасауға мүмкіндігің бар деп, мысалы өзіме айттым да. Бірақ андай кәдімгідей қорқыныш бар ішінде. Бүйтіп қарап тұрғанмен былай ойлайсың ғой, бірақ бәрі ішіңде миың жетіп тұрады да оған. Бірақ андай қолдарың бүйтіп дірілдеп тұрады. Ондай болған болмай ма деп та. Бірақ қазір ойлайсың, мен осындай болғым келеді деп. Бірақ мен ойлаймын, менің ойым қазір 5 жыл алдыңғы мақсаттарымда өте аз ойланып тұрған сияқтымын. Мүмкін Алла тағала маған 5 жылда одан жоғары беретін шығар. Себебі адам кейде ойлаймыз ғой, мен осындай болғым келеді дейміз да, бірақ Алла тағала бізге одан керемет қылып береді ғой. Мысалы мен осы 3 жыл алдын, 4 жыл алдын универге түспестен алдыңғы ойыммен қазіргі Гүлсезімді, мысалы, екеуі мысалы 2 түрлі адам ғой. Мен 11-ші класста мен мысалы ойламаппын. Мен Францияға барам, Парижге барам. Мен андай Бурабайға барсам маған шүкір дейтін. Мен Астанаға көшіп келсем деп та. Ол кезде Шымкентте тұратын едік, ауылда тұратын едік біз. Бізге Астананың өзі бір андай вау болып көрінетін еді ғой. Мен Астанаға өмірімде барып көрсем ғой, неге Бәйтерекке барып көрсем ғой деп мен арманым сол болатын. Ойлаңызшы. Керемет. Қазір мен осы жерде тұрамын, осы жерде оқимын, таныстарымның бәрі. Мен сол кезде ойлаппын ба да, Астанаға көшіп келем, Бәйтеректі көрем деп та. Қазір уже сол жерде тұрып жатырмын. Андай адам негізі масштабно ойлай беру керек екен да. 5 жылда мен өте жоғарғы рангқа шығамын деп ойлаймын. Командам көп болады. Мен үлкен командамен жұмыс жасағым келеді. Сіз айтып жатырсыз ғой, круиз біздегі саяхат ол бонус ретінде беріледі деп та. Біз басында как саяхат ретінде келдік қой, бірақ уже қазір бізге круиз деген бонус ретінде болып қалды ғой, былайша айтқанда. Шетел бонус ретінде болып қалды да. Ал біздің мақсатымыз қазір уже команда өсіру керек, адамдарға жол көрсету керек. Қаншама адам паспорт алмаған адамдар бар екен. Менің ата әжем мысалы паспорттарын жасатып та, жақындарыма паспорт жасатып, группаластарым бар паспорт жасатқан. Енді сондай адамдар паспорт жасатып шетелге шығару, бірінші рет виза алғандар бар да. Вот сондайларға көрсету уже біздің мақсатымыз болды да. И сондай адамдардың саны көп болса екен деп ойлаймын. Қазақтар, солай сен көрсетсең, ел көрсетсең, жер көрсетсең, Қазақстан дамиды ғой, былайша айтқанда. Адамдардың көзі ашылады. И солай біздің еліміз дамиды да. Біз бір ғана адаммен былай шектеліп қалмаймыз.
біз уже масштабно адамдармен бірге, адамдар өскен сайын, команда өскен сайын, адамдардың мышлениясы өзгерген сайын біздің Қазақстан да өсе бастайды да. И менің мақсатым сол болып тұр қазіргі таңда. Мен өзім ғана андай бүйтіп тығылып болып мен ғана көрем, мен ғана барам деп андай өзім демей, мен уже адамдарға айтуым керек, адамдармен бірге. И қалай біз бірге дамимыз, бірге өсеміз. Сол кезде барлығымыз андай дамып, еліміз де дамиды деп ойлаймын да. Осы 5 жылда не ойлайды дегенде, 5 жылдан кейін не болады дегенде, Қайрат аға айтқан еді бізге, өзге айтады, сен 5 жыл ештеңе нет, тек қана айтып жүре бер, рекомендация бере бер, сен 5 жылдан кейін айына 5 миллион теңге түсіп тұрса, сен істейсің ба деп ше, всю жизнь. И негізі оған любой адам келіседі. Тұратын да, сен как минимум региональный директор боласың, әшейін жай рекомендация бергеннің өзіне дейді да. Ал сөйтіп түсіндірді бізге. Бізде яғни 5 жылға дейін ештеңе алмай жүрмейміз ғой. Біз саяхатқа шығамыз, дальше маркетинг, сеньор маркетинг, сол рангтарды ашамыз, бізге зарплата болады, и соның бәрі болады деді да. Сөйтті да, біз 5 жылда минимум сондай болады деді. И мен тұрдым да, негізі барлық адам келіседі дедім. И мен де келістім. Бірақ мен бұл жерден көретінім, біз не только региональный директор, біз борд, оның бәрін ашуға, яғни 5 жылда бізде возможность бар. Мен бізде командамен жұмысты, яғни нететінмін, қалай айтсам болады, бізде ол кезде, яғни уақыт өте келе бізде, яғни командамыз пайда болады ғой, больше болып. И сол жерде, мысалы, біз командамызға адам алып келеміз. Жақын досымыз болуымыз мүмкін. Мысалы, ол досымыз бізде круизға барып келеді, жанымызда, яғни постоянно жүреді да. И оған осындай информация алып келіп, оның өзгеруіне себепші болған соң, біз, яғни ол адам үшін өте, яғни бағалы, оның өмірін өзгерткен адам болады. И ол адам үшін өте біз пайдалы болған соң, ол сол чувство өте күшті да просто. И қазіргі таңда бізде не технология дамыған ғой, тиктокпен дамуға болады, инстаграммен дамуға болады, иә. Біз қазір инстаграмға салып жатырмыз, инстаграмның өзінен қаншама адамдар келіп жатыр. Мәселен, тиктоктан қанша 2 миллион видеосы атып кеткен ғой. Круизға барған видеосы. Содан күніне бір 3-4 адам былай жазады деп айтсам болады, иә. Бастапқы күндері 100 адам, 200 адам кәдімгідей жазатын ғой. Мына круиз деген шын ба, Титаник емес па, андай емес па деп та. Неше түрлі ой бар екен ғой. Иә, жастардың енді өз құралдары бар ғой. Сіздер енді жаңағы мынау неде керемет ойнап тұрып жұмыс жасайсыздар ғой. Сондықтан да тикток арқылы, жаңағы инстаграм арқылы көп адамды жаңағы тарталасыздар. Одан кейін таргет жасап, мысалы, бір ғана Қазақстан елінен партнерлар емес, шетелден де тартуға әбден мүмкіндік бар, солай ғой, иә. Сондықтан да енді мен қарап отырсам, мынау инкрузисқа келіп, ой, өрістеріміз кеңейді деп жатсыздар. Онымен қатар мынау инкрузисті қандай армандарым бар десем, біреулер мысалы, ой, Астананың төрінен анадай бір зәулім сарай үй алсам, анадай машина мінсем, бүйтсем деп армандаушы. Сіздердің армандарыңыз халыққа қызмет ету, командамен жұмыс істеу, көп адамдарға жақсылық жасау, тіпті даже сөйлеген сөздеріңіз де, армандарыңыз да бір ерекше, иә. Құдай Алла тағала тілеген мақсаттарыңызға жетесіздер деп ойлаймын. Бірақ ешқашанда осы жолдан жаңағыдай таймай жүрсеңіздер, әлі де тоқтап қалмай, анау біраз региональныйға 5 жылда емес, 2 жылда жетіп, одан кейін мынадай ойбай мақсатыма жеттім деп тоқтап қалмай, ары қарай ұмтылу, ол үшін білімді дамыту күнде да осындай ортада жүру, соның бәрі керемет сендерге әсер ететініне мен уже сенемін, иә. Енді қарап отырсам, мынау ең бірінші круизға өздері жап-жас болып 18-19 жасында да 19 адамды алып шығу, 20 адамды алып шығу, оларға виза дайындау, билет алу, анаша шетелге шыққаннан кейін оларды жоғалтып алмау, регистрация жасау. Сондай үлкен жауапкершілікті кейде біздер өзімізді, мен 18 адамды, 20 адамды өзім апара алам ба? Оларға жаңағыдай басшы бола алам ба? Көмек көрсете алам ба деп менде қорқыныш бар. Сіздер қандай батылсыздар? Бірінші рет 19 адам, екінші рет 20 адамды апарғандарын қалай болды? Сол кішкене бөліссеңіздер, қиын болды ма?
бір қандай қызық оқиғалар болды сол жерде. Иә. Болады ғой енді. Иә. Бізде барған кезде мынандай болды. Бізде круизға отырдық. Екінші біз келесі күні түсетін қаламыз бізде Испания болды да, Таррагона. И сол жерде біз өзімнің порттың алдына шығамыз. И біз шаттлбас күтіп тұрық. И шаттлбас күтіп тұрған кезде уже біздің круиздің қазақтар түседі, көп қазақтар. И сол жерге и так өзіміздің адамдарымыз бар да, 20 шақты. И тұрады да біз танымайтын қазақтар келіп бізге қосыла береді ғой, бізге танысып. Сөйтеді да бәрі, короче, мен өзім карта сызып алғам полностью. И мен білем деген бәріне ше. И тұрды да 40 адам маған жабысып алды ғой. 40 Ой, адам тұрды, бүткіл қазақтар еще. Қазақтар арасында бір-екі орыстар да бар, сөйтті да. Жол бойы алып жүрдік. Енді мен мына жаққа барамыз деймін. Оның бәрі бүткіл 40 болып келеді ғой. Мына жаққа барамыз, сосын мұнда барамыз дейді. Мұнда барамыз, мұнда барамыз. Прям бүткіл артынан жүреді. Испанияда бір 40 қазақ болып, Испанияны шулатып жүрдік қой. Кеше былай ғой, Жаслан деп бәрін атын біліп алған ғой. Жаслан, қайда барамыз енді? Келесіз қай жақ дейді да. Жаслан айтады да, картасына қарайды да. Қазір келесің, осы жаққа барамыз, жүріңіздер дейді да. Сөйтіп өзі алға жол баста. Еще оның көбісін мен танымаймын. Сөйтеді да мен танып алған менің атымда. И ертесі күні уже шығамыз ғой, тағы да басқа қала болады. И ертесі күні біз сәл кешігіп шықтық. Былайға портқа шыққан кезде уже қазақтар күтіп тұр ғой, біз қашан шығады деп. Неге ерте шықпайсыңдар, біз бәріміз күтіп тұрып қой сендерді деп. Сөйтіп айтады. 20 адам десем 40 адамды бірдей алып барып. Иә, круизде қазақтар да болады ғой өзі. Қорқыныш болған жоқ па? Міне сол 20 адамның ішінде біреуін жоғалтып аламын ана жерде, или бір пересадка болады, жаңағыдай самолетта басқаша болады, или қалада қыдырып жүріп адасып кететіндер болады, арасында бір түкенді бірдемені қараймыз деп, мысалы енді үлкен қалалар болды ғой, иә? Ондай жағдайлар болған жоқ па? Бір қызық еске алатындай жағдай болды ма? Бір адамдарды кішкене көріп алсын. Бізде андай ата әжелеріміз болды ғой. Олар мысалы атам кетіп қалады да, сосын артынан әжем қазір атаңды көріп келемін деп кетіп қалады. Сонымен бір қарасаң екеуі де жоқ кетеді ғой. Сөйтеміз да. Соларды тауып іздеумен кейде сондай болып қалады арасында үлкен кісілерге. Иә. И бізде ана неде болды ғой, пойызға ма баратқан кезде, самолетқа баратқан кезде солай кетіп қалған ғой. И сөйтемін да, мен атам әжеме барамын деймін, олар чемодандарын былай ұстап алған, келесі пересадка ғой. И сол кезде барып оларды алып келемін деймін, сөйтсем ешкім жоқ қой, бәрі кетіп қалған. И сөйтсем де сөйтіп Жаслан келеді, и соларды бүйтіп ертіп барып, жүріңіздер, тез жүрейік деп жүгіріп тез үлгергеніміз бар. Моменттер болып қалады, бірақ андай жан-жағыңа қарап жүруің керек қой. Бәрі түгел ма, түгел емес па, адамдар бар ма, қалып кетпеді ма деп, андай бір жерге отырып атасың ғой. Сол кезде жан-жағыңа бүйтіп қарап қоясың, анау бар ма, мынау бар ма деп. Ана жерде отыр, мына жерде отыр десе кете бересің. Ал егер де жоқ болса іздестіріп барып қайтадан тауып келесің ғой. И солай отырып, солай кете береміз. Үйреніп қалдық. Жауапкершілік енді 18-19 жаста ондай жауапкершілік алу екінің бірінен қолынан келмейді. Айналайындар, батыл екенсіздер. Ал енді мынау көрермендерге кезек берейік сұрақтары. Кәне, микрофондарыңызды қосыңыздар, камераны қосып, кәдімгідей нақты сұрақ қоясыздар, иә? Иә. И камераны қосып сұрақ қойыңыздар. Галя Сабитовна, сәлеметсіз бе, можно я скажу? Иә, болады. Сәлеметсіз ба? Сәлеметсіздер ме? Мен бірінші айтайын дегенім, Қайрат, мен өзіңді айналайын құттықтағым келіп отыр. Сен мынау инкрузисте бекер жүрмеген адамсың. Оны біз бұрыннан білеміз ғой. Бүгін мына екі жасқа қарап, мен өте керемет, біріншіден таңғалып, екіншіден қуанып отырмын. Мен енді қазақша жақсы білем ғой, бірақ мен осы ойымды орысша жеткізгім келіп отыр. Қайрат, ты молодец. Молодец болғанда азаматсың. Ты себе взращиваешь лидеров, а не последователей. Қандай керемет, мына балаларды тыңдап, мына балалардың ой өрісін, мына бізде айтады ғой, мышление сковорода деп. У них сковорода превзошла нашу сковороду. Енді мен керемет сіздер үшін, балалар, қуаныштымын. Сіздер үшін. Великий Плутарх сказал, учеников не надо наполнять, это не сосуд.
Им надо дать факел зажечь в руки. Балалар, мен сендерге тілейтінім. Сендер жаңа айтып отырсыңдар ғой. Мынау 5 жылда біз борт директор боламыз деп. Сендер 5 жылда борт директор болғанмен, сендер қанша осы біздің мынау адамдарға жақсылық әкеле жатсыңдар. Мына балам, мынау доча, как тебя зовут? Гүлсезім. Гүлсезім. Гүлсім. Сен сонда енді ақылдысың. Сен осы жолыңнан тайма. Біз осы жерде жүріп, қаншама жыл жүріп, біз осындай нәтижеге енді қол жеткізіп жатырмыз. Өйткені біз жұмыс істеген жоқпыз. Біз инкрузисті бизнес деп көрген жоқпыз. Біз инкрузисті сол саяхаттану, жеңіл желпі солай деп қарадық. А сендердің мынау бүгінгі көзқарастарың енді керемет мені таңғалдырып отыр. Мен керемет қуанышты болып отырмын. Біздің қазақ балалардың ортасында, жас балалардың ортасында осындай сана сезімі жоғары. Енді сендер осы бағыттарыңнан таймай, Ғалия Сәбитовна, сізге үлкен алғыс. Сіз керемет, бүгін керемет. Сіз 18 эфир жүргіздім деп отырсыз ғой. Соның ішіндегі ерекшілігі енді бәрі жақсы ғой, бірақ бүгінгісі енді менің сана сезімімді оятқаннан кейін, Ғалия Сәбитовна, енді өзіңіз Керемет. Мен бұны қазір чатқа жазам ғой, бірақ менің чатқа жазғанымның менің эмоциям былай жеткізілмейді. Менде сөз жоқ. Балам, енді сіздер бұл бағыттарыңыздан таймаңыздар. Енді сіздер әрине мына оқып жүргеннен кейін білімдеріңізден де қол үзбеңіздер, өздеріңіздің мамандығыңыздан. Енді бірақ бүгінгі сіздердің мынау терең түсініктеріңіз, сіздердің, мен сізге айтайын, сіздердің мынау сана сезіміңіз, миларыңыз керемет, енді жақсы, өте дұрыс ойда отырсыздар. Мен Қайрат құттықтаймын. Ай, бауырым Қайрат, азаматсың, құттықтаймын. Сен қандай өздеріңе мынау болашақта лидер тауып алғансың. Вот. Это не последователи, это лидеры. Ребята, вы молодцы. Просто енді сендерге міне. Рахмет, Ғалия Сәбитовна. Рахмет сіздерге, көп рахмет. Алла разы болсын, көп рахмет. Қуаныштымын. Барлықтарыңызға осындай мықты лидерлер командаңызда өсе берсін. Өте Қайрат, енді мен тыңдап жүрмін ғой сен ылғи да. Но вау, Қайрат, это просто молодец. Енді азаматсың, сөз жоқ. Рахмет, Үміткүл айналайны. Тағы сұрақ қоям деген адамдар болса. Фактиме? Сұрақ қойыңыздар, жауап берейік. Сәлеметсіздер ме? Қалайсыздар? Сәлем, қалайсыз? Есімінді айтып, сұрағыңызды қоя қойыңыз. Менің есімім Аяулым болады. Осы Гүлсезім командасындамын. Біргеміз. Осы мен қосылғанына көп те болған жоқ. 1-2 апта енді болады бар ғой. Сосы мен инкурсқа кіргеніме қуаныштымын. Әсте Гүлсезімге осыдан бір жарты жыл бұрын маған түсіндіріп бар ғой. Инстаграм таргеттен көріп қалғам. Сөзі бірден видеомен звондап, осындай болады деп, қағазға сызып, көрсетіп, кәдімгідей көп көмегін тигізген адам. Одан қалса алдын ақпанның 28 күні Көкшетауға шақырғам. Осы Көкшетау қаласының жастарына да осындай түсіндірші, олар да білсін, көрсін деген сияқты қылып. Енді мен өзім араласатын ортам өте көп, таныстарым, ұйымдарым, ойлағам енді келмей айтып, адамдар көп болып келеді, барлығына Гүлсезім түсіндіреді, барлықта бір нәрсені бір тіркеледі деп өзімше ойлап тастаған ғой. Сосын Көкшетауға кәдімгілер келеді, Қайрат аға, Аружан, барлығы 5 кісі болып келеді. Тек қана бір ғана кісі келеді ғой. Зал жалдап қойғам, ешкім жоқ. Біртіліп қалдым, мен ойлағам, көп адам келеді деген сияқты қылды. Көңіл күйіне түсірмей қой, нече, кейін зал толып тұрады деп, андай қолдауын білдіріп бар ғой, Гүлсезімдерде. Андай оларда көңіл күйіне түсіп кеткен жоқ та. Мен осыған бола Көкшетауға келдім ба, 4-5 сағат бойы жүріп деген жоқ та. Андай күшті әңгіме айтып, сөйлесіп, сөйттік. Олар маған түсіндіріп, одан кейін іште күшті қуанып қалдым да. Бұл кісілер өте күшті бар ғой. Мысалы басқа кісі болғанда ашулануым мүмкін еді. Біз 5 кісі болып таңғы 6-тан бері тұрып осы Көкшетауға келдік. Сен үшін, ал сен тек қана бір адамды ғана шақырғансың деп, ол бір адамның өзі негатив ташып кеткен кісі болды.
мынау сол Гүлсезімге, Қайрат ағаға, Жасұлан бәріне рахметімді айтқым келеді. Бұйырса осы жоғары биік белестерінен көріне берсін. Саяхаттар көп болсын. Рахмет, аяулым. көп. Рахмет, аяулым. Так, сұрақтар болмаса, онда эфирімізді аяқтаймыз. Шынымен де бүгін керемет бір теңдесі жоқ әдемі эфир болды деп білеміз. Мен бұрында ондай ой жаңа жоқ еді, осы жастарды шақырам деген. Бірақ ана жолы өздеріңізді көргенде, жанып тұрған өздеріңізді көргенде сондай шақырғым келді. Бүгін өз-өзіме риза болып жатырмын. Себебі мына өздерін сияқты саяхаттап жүрген өміршең жастарды көріп, мынау көптеген адамдар, осы бүгін эфирде отырған адамдар, осы эфирмен енді балалары кіре алмаса бөлісіп, жастарға айтып, міне жастар да жұмыс жасап жатыр деп, мына молодежное крыло деп жатамыз ғой, иә. Кейде енді біздің ортамыз көп үлкен кісілер болғаннан кейін кейде жастар келіп кішкене кіргісі келмей қалады. Ой, бұл жерде үлкен ғана адамдар жүр екен дегендей. Енді бұл жерде енді жастар да бар ғой. Шынымен де ол бізден гөрі сіздерге керек нәрсе, иә. Қазір қандай үлкен мамандық, жаңағыдай мамандықтарында ертеңгі күні жетілдіремін, шетелде барып Гарвардта оқимын, жаңағым докторантураны сол жерден бітіремін, магистратураны сол жерден бітіремін десеңіздер, мына жерде уже ақша таба бастасаңыздар, ол сіздердің армандарыңызды да орындауға кәдімгідей көмегін көрсетеді, өз көмегін. Содан кейін мынау енді еркіндік, уақытта еркіндік, ешкімге бағынба, өздерінің бизнестарында жүргізу деген ол керемет қой. Одан кейін ақша да ол үлкен еркіндік береді ғой. Мысалы, қайда барам, қайда тұрам, не кием, не ішем, кімге қандай көмек көрсетем, айналаға сол жақсылықтарында жаңағыдай таратып жүресіңдер, иә. Мынау сұңқар жан-жағына шашып жетпейді. Бір өздеріңіз қара құс сияқты өздеріңізге ғана тарта бермей, сұңқар құстай өз жаңағыдай қанаттарыңызды жайып, бүгін таң шуағы деп аталады ғой, шуақтарыңызды баршаларыңызға айналаңызға сеуіп отырсаңыздар, ол қандай сауап, Алладан сауап, адамдардан жаңа бата, и өздеріңізге де, көңілдеріңізге қандай бір жақсы көңіл күй береді, иә. Өздеріне сондай риза болып отырмыз. Рахмет бүгінгі эфирларыңыз үшін. Ана жолы Гүлсезімді жақсы естіген едім. Бүгін Жасұланды да көріп сондай қызығып отырмын. Сөйлеу жаңағыдай манерасы қандай әдемі, өз ойы, Гүлсезімнен де ерекше ойын өзі жеткізе біліп жатыр, иә. Сондықтан да міне қазіргі уақытта осындай деңгейде сіздер эфирді жүргізіп жатсаңыздар, бара-бара енді кәдімгідей оратор, қандай бір сахнаға шықсаңыздар да, халықаралық сахнаға өздеріңді шығарса, әбден соған лайықсыздар. Олай болса соған нәсіп етсін, командаларыңыз өссін, өнсін. Осы айда мынау маркетинг директор ашам деген міне сізде үміт бар. Алла тағала осы ораза айында өздеріңді қолдасын. Маркетинг директор жылдың аяғында сентябрьде неге барып, конвертқа барып, СМД, жаңа деп неге болмасқа? Біз сенеміз, жастар алып шығады, өздеріне қарап, біздің жастар өссін, сіздерден үйренсін. Ризамыз. Рахмет. Ғалия Сабитовна, рұқсат болса бір ауыз сөз айтсам, иә. Ғалия Сабитовна, көп рахмет. Бүгін қаншама адамдың басын қосып осындай эфир мықты жүргізіп отырсыз. 18-ші эфир болып жатыр. Жастарымызды шақырып жатсыз. Әрине бәріміз атсалысудамыз. Біздің еліміз, жеріміз көркейе берсін, еліміздің көзі ашыла берсін. Өзіміз ғана көріп рахаттанбай, өзгелермен бөлісіп, туған туыс, жора жолдас, көрші-көлеңмен бөлісіп, олардың да рахаттануына бір кішкене болсын себепші болып жатырмыз. Аллаға шүкір. Мықты бизнесмен болып кетпесек те, ең құрмаса бір адамның көзін ашсақ, оның өзі қанша сауап, ойлаңыздаршы. Бүгін мен мысалы түнгі сағат 2-де барып, Аружанды, яғни Гүлсезімнің подругасы, группаласы соны шығарып салып келе жаттым аэропорттан. Ол шешесімен, жаңа бір құрбысымен кетті, бүгін Парижге ұшып кетті. Данный момент қазір Стамбулда. Сол Аружан арқылы қазір оның командасында бір 15-16 адам бар. Представляете?
бір адамға айтқаным Гүлсезім Аружанға айтқаны, Аружанның командасында қанша адам бар, бірнеше адамның көзін ашқан, яғни иә, оның мамасы 40 жасында бірінші рет самолетке отырған білмеймін, бірінші рет шетелге шығып кетіп жатыр, иә. Сол адамның шығу ішінде қаншама мысалы 70-80-дегі аналарымыз, аталарымыз шығып жатыр. Солардың бақыты үшін де осы компанияға болуға стоит того. Қыздар, жігіттер, ханымдар мен мырзалар, ең алды тоқтамаңыздар, айта жүріңіздер, ақпаратқа жадный болмаңыздар. Тисін керекке, тимесін бұтаққа, құлағына құйсын, құймасын, жүрегіне жетсін, жетпесін. Сіздің мақсатыңыз айту, сіздің парызыңыз сөйлеу, жеткізу болды. Ар жағына ол келе ма, келмей ма, қабыл етпей ма, еш уайымдамаңыздар. Аллах тағала оған сол моментте сіз айтып қалсаңыз, мүмкін сол моментте оның құлағын ашып қалар, жүрегіне сөз тиіп қалар, түсіп қалар да. Сөйтіп сіз бір әулет емес, екі әулетті может бақытты қыларсыздар. Бір адамның артында оның әкесі де бар, шешесі де бар, екі әулет тұр. Сондықтан ұзаққа қараңыздар, ар жағына қараңыздар. Бір адамға айтып жатқанда, 1000 шақты адамға айтып жатқандай болыңыздар. Бізде әр апта сайын презентация болады. Иншалла, осы аптаның суббота күні мен қалалық презентация шығатын жігіттер болып, 4 жігіт болып, мықты жігіттер шығамыз, Алла қаласа. Сондаға келіңіздер, жібермеңіздер. Майдың 17-сінде Алматыда балуан шолақта мықты 3000-4000 адамдық стадионға бизнес билдинг семинар болады. Ондайдан қалмасаңыздар, адамдар өседі. Білсеңіздер, сол жаққа барып, масштабты көріп, шынымен де мынау деген керемет бизнес екен ғой деп көздер жетіп, өз-өздеріне компанияны сатып, өз-өздері соған риза болып, енді міне олардың құлшынысы одан да артып жатыр. Қазір міне екінші круизға барып келеді. Ол екінші круизға барып келген оларға кейс болады, видеоролик болады, жұмыс болады, онымен қоса рахаттан көреді. Бұрындары алғашында сенбеген әкешілері, ата-апалары қазір уже көзқарастарында басқа олардың. Сол сияқты ертең айналаңыздағы адамдардың да көзқарасы өседі. Сіздер ең алды тоқтамай, статусқа салып, стористарына салып, еңбек етіп жүре берсеңіздер, сізге қарап жүрген адамдар бүгін келмесе де, 1 жылдан кейін келсе де, 2 жылдан келсе де келеді. Ол сіздерге командаңызға қосылады, Алла қаласа, содан үлкен болып, масштаб болып өсе бересіздер. Жаңа Жасұлан айтқандай, ең құрмаса айтып жүре берсеңіздер де, бүгін зарплата ертең алмасаңыздар да, 5 жылдан кейін кемінде сіз национальный директор болып шыға келесіз. Кемінде национальный. Оған дейін по пути маркетинг директор, сеньор маркетинг, региональный директор болып өсе бересіздер. Сондықтан баршаңызға көп рахмет. Аллаға шүкір, қанша 60-70 адам эфирде болдық, тыңдадық. Гүлсезім, Жасұлан, сендерге көп рахмет. Сендер горжусь вами деп айтады ғой, горжусь. Шынымен де марқаям қалдым, өте қатты марқайып қалдым. Өте керемет. Рахмет сіздерге баршаңызға. Қайрат, сен менде марқайып қалдық, азаматсың, енді сөз жоқ, азаматсың. Алғыс. Үлкен алғыс. Сөз айта кетсем, бүгін біз бұйырса екінші круизімізға кетіп жатырмыз. Кешке бізде самолет, ұшамыз. Қазір біз 10 адам болып кетеміз бүгін. Астанадан ұшып кетеміз. Екінші круиз, барлықтарыңызға жұғысты болсын. Командаларыңызбен барыңыздар. Енді әр жақтан командамыз келеді ғой енді. Бізде не только Астана, иә? Барлық қалаларда біздің командамыз бар. Барлықтарыңызға көп рахмет. Осында отырған 60 адам, 70 адам күзде эфирға кіріп жатыр. Бізді тыңдағандарыңызға, бізге осылай мотивация беріп, алға қолдау білдіргендеріңізге өте алғысымызды білдіреміз. Командаларыңыз өсе берсін. Барлықтарыңыздың отбасыларыңызға аманшылық тілеймін. Қазір ораза уақыты, тілеген тілектеріңіздің барлығы қабыл болсын. Молодежьдар, жастар командаларыңызға көп келсін, жастар шақырыңыздар. Себебі бұл бизнесті қазір уже жастар жүргізеді деп ойлаймын. Жастардың қазір дәуірі ғой. Соларға айтыңыздар. Командаларыңыз өсе берсін. Сіздерге тек қана алда жақсылық тілейміз. Айналайын, рахмет. Ақжол тілейміз, ақжол. Рахмет. Гүлсезім, шабыттандыңдар ма? Иә. Шабыттандыңдар, ең бастысы сол. Біздің сендерге берген бүгінгі жақсылығымыз, сендер шабыттансаңдар, одан да зоры. Сонда әжептәуір жақсы жетістіктерге жетесіңдер. Жақсы. Жасұлан, айтарыңыз бар ма? Осылай шақырғандарыңызға рахмет. Мен мұнда негізі выступать етіп тұрғаныма бірінші рет. Бірінші рет болса да жақсы, барынша күшті выступать етуге тырыстым. Тағы да рахмет айтқым келеді. Ұсынысыңызға көп рахмет. Онда амандықта кездесетін болайық келесі эфирға дейін.
Қош, сау болыңыздар. Рахмет баршаларыңызға. Сау болыңыздар. Ғалия Сәбитовна, ерекше рахмет сізге. Алғыс, рахмет сізге. Ерекше көп алғыс. Рахмет.